Әбдіжәміл Нұрпейісов «Қан мен тер» трилогиясы Сергелдең 3-ші кітап. Қысқаша мазмұны. Елеман мен Рай патшалық Ресей әскерімен түрік жерінде соғыста жүріп көп қиындық көрді. Күн аяз. Елеман сол жерде Мюльгаузенмен танысады. Патша тақтан құлаған соң орыс әскерлері соғыс даласын тастап шегініп қайтады. Елеман да елге оралады. Жалғыз оралады. Ол шалқарға келіп Мюльгаузенді іздеді. Елге кетерде ол шалқарға кел, жұмыс тауып беремін деген болатын. Теміржолға келіп екеуі кездеседі. Елеман Мюльгаузеннің үйінде жатып жұмыс істеп жүрді. Бір күні көшеде Ақбаланы кездестіреді. Тәңірберген Ақбаланы қуып жіберген болатын. Содан Ақбала қалашыларға еріп шалқарға келеді. Татар саудагері Ақбаланы жуас, бойы ұзын, әйелі өлген 3 баласы бар Әнуарға қосады. Алайда Ақбаланың барар жер болмағасын Әнуардың 3 баласына апа болып бірге тұрып жатқан. Бірақ екеуі некелеспеген болатын. Ақбала қанша кетем дегенмен 3 жетімді тастап кете алмады. Балаларды көргенде өзінің тірі жетімдері есіне түсіп, бұларды да жылатып тастап кетуге батылы бармады. Ақбаланың жағдайы нашар. Әнуар жұмыс таппады. Елеманның жұмысында түнде атыс болады. Елеман қолына қару түсіреді. Түнде бас сауғалап қашып Ақбаланың үйіне келеді. Әнуар мен Ақбаланың бірге емес екенін көріп іштей қуанады және Ақбаланы әлі де сүйетінін білді. Елеман кетерінде Ақбалаға қаруды орап тығып қоюын өтінеді. Ақбала басын изеп екеуі қоштасады. Елеманды іздеп шалқарға Есбол атасы келеді. Аман саулық сұрасқан соң Райдың қалай өлгенін жасырмай айтуын сұрайды. Болмысынан өтірік дегенді білмейтін Елеман бар шындықты айтады. Рай қатты әлсірейді. Елеман оның беті бері қарайтынына күмәнданды. Жел ызғыған баракта отырса да інісінен көзін айырмады. Түнде ұйықтап жатып Рай бұл әлеммен қош айтысты. Елеман барактың сырт жағындағы қырқа басына інісін көмді. Күнде қырқа басындағы төмпешікке қарап жүрді. Елге кетерде қырқа басына ұзақ қарап тұрды. Бір күні үйде Мюльгаузен мен оның қарындасының арасына араша түсемін деп Мюльгаузенмен төбелесіп қалады. Содан соң көп ұзамай Ақбаладан жасырып қойшы деген қаруын алып ауылға қайтады. Жолай ол ауылға қару апарғысы келмейді. Қаруды ешкім жоқ қыстауға тастап жасырып кетеді. Балықшылар ауылына келген соң Тәңірберген ауылды екіге бөліп жібергенін көреді. Тәңірбергенді жақтаушы ауылдың аузы аққа толған, ал оған қосылмағандардың күнкөрісі нашар тұғын. Тәңірбергеннің айтуымен жігіттері түркмендерден жылқы ұрлап келетін. Бұл жолда түркмендерден жылқы алып келерде қуғыншыларға ұстала жаздаған. Түркмендер кек алу үшін келіп қалады деген қорқынышпен ауылдардың зәресі қалмады. Бәленің бәрін бастаған Тәңірберген өз ауылын шалқарға жақын көшіріп жіберді. Елеман елге келерде жолда тығып кеткен қаруын алып келуге кетеді. Ол кеткен бойда түркмендер ауылды шабады. Тәңірберген қамыстың арасына тығылып қалады. 10-ға жуық ерлерді өлтіріп, әйелдерді алып кетеді. Ойраңдалған ауыл қаңырап қала береді. Елеман асыға-асыға шөлдеп ауылға зорға жетеді. Елеман қалған жігіттерді кек алуға шақырады. Ер жігіттер жігерленіп ізінен қууға атқа қонады. Түркмендердің қарулы қолын жеңіп, әйелдер мен қыздарды құтқарып қалады. Ауылда қалуды Елеман мүлде қаламады. Себебі ауылда қимайтын ештеңесі қалмады. Жараланған бойы шалқарға қайтып кетеді. 2-ші кітап осылай аяқталады. Егер мазмұн ұнаса, лайк басып, төменге пікір қалдырып, арнаға тіркеліп кетіңіздер.